Баршаңызға сәлем. Менің арнама тағы да қош келдіңіздер. Қазір жазды уақыты, табиғаттың сыйын, табиғаттың берген барлық сый-сияпатын алатын уақыт. Бүгінгі біз видеомызда ромашкадан гидролат алуды үйренеміз. Бұл гидролат ромашковая вода, немесе цветочная вода деп аталады, немесе тоник дейміз. Манағы гүлдерден мына бөлінетін эфир майлары арқылы, булау арқылы тамшылардан бөлінген осы суды гидролат деп аталады. Бұл гидролат түссіз болады. Бұл тек қана гидролат ромашкадан емес, кез келген өнімдерден алуға болады. Біздер бүгін өзіміздің далалы жерде өсіп жатқан ромашкадан жасап көрсетеміз. Бұл гидролатты кез келген косметикалық бағытта қолдануға болады. Бет терісін сүрткенде өте жақсы көмектеседі. После бет жууға арналған пенкадан кейін жусаңыз, бетіңіз тегістеліп, жақсы өң беріп тұрады. Сондай-ақ бұнымен гидролатпен балалар маса шаққан жерлерді тыныштандыруға, сондай-ақ ыссы күндері күйіп қалған жағдайда осы гидролатпен сүртуге болады. Сондай-ақ бұл беттегі қызылдақтарды кетіреді. Балаларға қолдануға болады. Мына балалардың терісі қызарып кетсе, осы гидролатпен сүртуге болады. Бұның құрамында ешқандай химиялық заттар жоқ, спирт жоқ, сондықтан да бұны қорықпай пайдалана беруге болады. Енді бұл гидролат туралы интернеттен өздеріңіз толық танысып біліп алсаңыздар болады. Енді осы гидролатты арнайы дүкендерден, табиғи косметикалар сататын дүкендерден алуға болады. Біздер қазір осыны үй жағдайында қалай жасаймыз, соны сіздермен бірге бөліскім келіп отыр. Олай болса, іске кірісейік. Арнайы әдіс болса, осындай булауға арналған, басқа ештеңе керек емес, осы затпен ғана жұмысыны жалғастырамыз. Егер бұндай болмаған жағдайда, кәдімгі кез келген кастрюльді аламыз, түбіне жайпақтау ыдыс төсейміз. Яғни біздің манағы неміз булауға арналған ыдысымыз батып кетпеш үшін қажет бұл. Содан кейін ыдысымызды қоямыз. Суды осының бойымен жеткізбей толтырамыз. Содан кейін үстіне гүлімізді сеуіп, гидролат жинау үшін ыдысымызды қойып, ары қарай жұмыс процесін жүргізе береміз. Бұл яғни арнайы өзіміздің булауға арналған ыдыс болмаған жағдайда. Егер мынадай арнайы осындай шағын ыдыс болса, бұл кез келген үйде болу керек. Бұнда бізге жұмыс істеу көп қиындық тудырмайды. Олай болса, осымен қалай жұмыс жасаймыз, соны көрсетейік. Ыдыстың түбіне алдымен суымызды құйып аламыз. Мінекей суымызды құйып алдық. Содан кейін буға арналған ыдысымызды қоямыз. Ол ыдысымыздың түбіне суымыз тимеу керек, батпау керек. Яғни біздің гүлдеріміз судың ішінде емес, буда тұру керек. Біздің ең басты мақсатымыз, процесіміз осыда, құпиясы осы неде. Яғни содан кейін гүлдерімізді салғаннан кейін ортасына шағын ыдыс қоямыз. Яғни бұл бізге гидролат жинау үшін мынандай шағын ыдыс қойып отырып, гидролат жинауға арналған суымыз. Астына суымызды құйдық, гүлдерімізді септік. Содан кейін енді гидролат ортасына қалай жиналу керек? Ол үшін мынандай осының ыдыстың кері төңкереміз. Мен бетіндегі ручкасының алып тастадым. Алмай істеуге де болады. Мен өзім ыңғайлы болғасын алып тастап отырмын. Яғни су қайнағаннан кейін осы гүлдерден эфир майлары бөлініп, осыдан көтерілген бу қақпаққа тиіп, қақпақтың бойымен тамшы ыдысымызға тамады. Яғни бұл тамшылау процесі арқылы гидролат жиналады. Бұл кішкене ұзаққа созылатын процесс, 1 сағат, 1 сағат жарым, немесе 2 сағатқа дейін созылуы мүмкін. Мен кішкене молдау алу үшін 2 сағатқа дейін созамын. Осыдан кейін қақпағын толық жабамыз. Жұмыс барысында 2 сағатқа қойсақ, или сағат жарымға қақпағын мүлде қозғамаймыз. Одан кейін гидролат көп бөліну үшін бетіне кәдімгі мұзды толтырып қойып қоясыз. Мұз жылып кеткен кезде мұздардың бәрін алып тастап
қайтадан басқа мұз ауыстырасыз. Егер мұз жоқ болған жағдайда кәдімгідей суды салқын суды құясыз. 4-5 минуттан кейін қарап отырыңыз, суыңыз ысып жылып кетсе, ыдысқа құйып алып, қайтадан ауыстырып отырыңыз. Яғни мына жоғарыда салқын болса, бұл тамшылар тез бөлініп, біздің гидролатымыздың жиналуына көмектеседі. Егер мұз қойып қойсаңыз, манаға қайта су ауыстыруға көп міндетті емес. Егер салқын су қойсаңыз, онда әлсін ауыстырып отырасыз. Бар процесс осыда. Содан кейін ары қарай қазір біз міндетті түрде баяу отқа қоямыз. Содан кейін қазір дайын болғаннан кейін қайтадан кездесеміз. Мінекей біздің гидролатымыз да дайын болды. Енді қазір ашып көрейік. Мінекей біздің жаңағы 2 сағат қайнағаннан кейін дайын болған мөлдір тап-таза гидролатымыз. Енді қазір кішкене суысын, содан кейін ары қарай жұмысымызды жалғастырамыз. Енді гидролатымыз кішкене суығанша гидролат құятын шыны ыдысымызды булап стерильдеп аламыз міндетті түрде. Мінекей біздің жұмысымыз да аяқталға келді. Манағы дайын болған гидролатымыз түссіз. Содан кейін буға тұрған біздің түймедағымыз, яғни ромашкамыз мынандай түске айналды. Жайлап ұстап қарасаңыз, қолыңызға күйкен майлар байқалады. Енді одан кейін астындағы қайнатылғаннан кейін пайда болған су. Яғни қайнатылған ромашка. Егер ромашканы қайнатсаңыз, осындай түс болады. Ал гидролатты алу үшін манағы жасаған процесстерді жасау керек. Енді мына қайнатылған ромашканы өзіңіз білесіз. Кез келген косметикалық бағытта да пайдалануға болады. Шампунь жуған шампуныңызға бірге бір қоссаңыз, шашыңыз жақсы жылтырап шығады. Немесе шампуньмен жуғаннан кейін шайсаңыз да жақсы әсер береді. Немесе тоңазытқышқа мұз салатын ыдысқа құйып қойсаңыз, күнде таңертең бетіңізді жуғаннан кейін салқын сумен өтсеңіз, бетіңізге жақсы көмектеседі. Яғни ромашканың қайнаған суы. Шаш жууға да өте көп пайдасы бар. Енді біздің ең маңызды алғанымыз міне суымыз. Бұл гидролатымызды қазір ыңғайлы ыдысқа құйып алайық. Мінекей 1 стакан бізде гидролат шықты. Енді біз ыдысымызды қайнатып алдық, стерильдеп соған құямыз. Керемет. Ромашканың иісі мұрынды жауып жатыр. Міне біздің өніміміз дайын болды. Гидролат сізге біршама күнге қолдануға жетеді. Міндетті түрде бұл жасалған гидролатты міндетті түрде тоңазытқышқа сақтау керек. Және бұл гидролатты 6 айға дейін тоңазытқышта сақтауға болады. Мінекей бар айтарымыз осы. Күндеріңіз сәтті өтсін, әрдайым әдемі болып жүруге, жақсы болып жүруге тырысайық. Көп рахмет. Каналға жазылыңыздар, ойларыңызды қалдырыңыздар, жауап беруге тырысамын. Рахмет.